Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен фруктовый нарезка жасап көрсететін боламын. Екі ғана дана жаңа жеміс-жидектерден өте керемет болып шығады. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңыраушық белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ананасымыз керек. Ананасымыздың басы мен аяғын алып тастайтын боламыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және ортаңғы бөлігін пышақтың көмегімен дөңгелек қылып кесіп аламыз. Пышақтарыңыз міндетті түрде жіңішке және ұзын болу керек. Және жаңа ананас кесетін кезде пышақтың ұшы екінші басынан шығып тұру керек. Сонда жаңағы біздің ананасымыздың формасы бірдей болып шығады. Одан кейін қолмен тарту арқылы міне өстіп видеодағыдай шығарып аламыз ананастарымызды. Ортасы үстінде дөңгелек болып қалады. Одан кейін жаңағы фруктовый нарезка қоятын үлкен тарелкамызды қойып, үстіне ананасымызды салып, оның үстінен шыны ыдысымызды қоятын боламыз. Ананасымыздың ортаңғы бөлігі, жұмсақ тәтті бөлігін төрт бүршеп өздеріңіздің қалауларынша турап аласыздар. Және жаңа қойған кесеміздің үстіне осылардың жаңа тураған ананастарымыздың бәрін үстіне толтырып тұрып қоятын боламыз. Енді кезекте біздің ананасымыздың үстіндегі жасыл жапырақтарын жаңа басындағы үшкір жерлерін кесіп тастап үстіне қосып қоятын боламыз. Енді алмаларымызды осылай жұқа қылып үш бұрышты қылып турайсыздар. Екі жағынан осылайынан жаңа қанат сияқты болып шығады. Өстіп екі жағынан пышақпен кескен кезде өзі ақырын-ақырындап алына беретін болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді сары алмамызды тура осылай ортасынан бөліп, екі шетінен пышақтың көмегімен осылай үшбұрыштеп турап арқылы міне осындай қанаттар, аққудың қанаты сияқты қылып жасап аламыз. Оны да екі жағына қоямыз. Енді бізде апельсин керек. Апельсинімізді де ортасынан бөліп, міне ұзыннан видеода көріп тұрғандарыңыздай міне осындай арбуз пішіндес өстіп турауымыз керек. Енді осыны турап алғаннан кейін шетінен ақ жаңағы бөлігінен осылай ортасына жеткізбей кішкене ғана қылып осылай турап аласыздар да шынымыздың жаңа кесеміздің шетіне осылайынан бәрін өстіп толықтай қылып дөңгелек қылып жинап қосатын боламыз. Және мандариндарымызды осылай видеодағыдай түбіне жеткізбей турайтын боламыз. Бет жағын жаңағы кесетін боламыз 6 бөлікке. Одан кейін шетін ақырындап аршып ішіне қаратай қайырып гүл сияқты қылып осылай барлық бөліктерін өстіп қойып шығатын боламыз. Сонда мандариндеріңіз сіздің гүл сияқты болып шығады. Жүзімдерімізді артық ағаш ұзын бөліктерін кесіп алып тастаймыз да, осылай екі түрлі менде жүзім бар. Екі жағына осылай қарама-қарсы жағына қойып шығатын боламыз. Енді біздің банан керек. Осындай банандарымыз міндетті түрде сары болу керек және осындай бас жағындағы ағашы болу керек. Банандарымызды жоғары жағынан кішкене ғана бөлігін осылай кесіп аламыз да, ортасынан видеодағыдай тіліп алыңыздар. Ішіндегі бананды алып қоямыз және осында қабығы қалады. Видеодағыдай қабығының екі жағында міндетті түрде осылай пышақпен тіліп аласыздар және арт жақпен қайырып, жаңағы арасынан біреуісін қалдырып, екіншісін осылай кесіп алып тастаймыз да жаңа тарелкаларымызға қоямыз. Ішінде қалған осы бананның бөліктерін дөңгелек қылып осылайынан турап аламыз. Содан кейін оның үстіне бір жаққа, оң жаққа қаратай араларын ашып, не видеода көріп тұрғандарыңыздай жылжытып қоясыздар. Енді кезекте бананымыздың ағашын ортасынан бөліп, ортасына жүзімімізді қоямыз. Бұл пингвиннің жаңағы аузы сияқты болып қалады. Енді көзін жасау үшін аздаған пышақтың көмегімен тесіп, қара бұрыштың жаңағы үгітілмеген домалақ түрін алып, көз ретінде өстіп қоямыз видеодағыдай. Енді алма ортамызды ешқандай бөліктерге бөлмей, тек қана ортасынан ғана осылай бөлесіздер. Және ең соңғы бөлігін алып тастап, міне видеодағыдай бәрін қайтадан аздаған ғана қосылтып, бірінің үстіне бірін өстіп қоямыз. Ең соңына өзінің кәдімгі ағаш қосылған бөлігін алмұрттың қоямыз. Енді кезекте кивиімізді міне видеода көріп тұрғандай үш бұрыштаймыз. Екі пышақтың ортасына дейін жылжытып, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жан-жағынан айландыра отыра осылай жасайсыздар. Сонда міне кивиларыңыз ортасынан бөлінеді. Ендігі кезекте бізге апельсинімізді ортасынан бөліп аламыз да жатқызып жіңішке қылып жаңағы тураймыз. Турағаннан кейін оның араларын ашсаңыздар, міне видеода көріп тұрғандай осындай әдемі болады. Осылай тарелкамызға саламыз. Міне екінші бөлік біздің жаңағы бананымызды тура жаңағы бірінші бөліктегідей пингвиннің басы сияқты қылып жасаймыз. Оны жаңағы бірінші біздің фруктовый нарезкаларымызға қоямыз. Менде общий екі банан, екі мандарин, екі алма кетті, байқағандарыңыздай. Менде екі түрлі алма болды, қызыл алма және сары алма. Барлығы менде екі түрлі болды. Енді жүзімдерімізді әдемілеп жаңа шық жерлеріне қоясыздар. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай.
апельсиніміздің жарты қалған бөлігінде қайтадан тураймыз. Өз жіңішке қылып оны біздің жаңағы пингвиніміздің басына алдына қаратай өстіп әдемі қылып қоямыз. Сахарный пудраны өздеріңіздің қалауларынша себесіздер. Міне біздің фруктовый нарезкамыз дайын болып шықты. Сіздермен бірге болған жаңалық менің каналыма тіркеліп жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.